Сәлем оқырман. Әсем кеше эфирде нүктесін қойсын Ақтөренің өзі деп еді. Бүгін болса сол әрекетті жасаған болатын жігіт. Эфирге бармай нүктемен үлкен хатын жіберді. Оны көрген Әсем аң-таң болып, орнына жайғасты. Әсем ондайды күтпеді, және де Ақтөрені эфирге келеді деп ойлады ау. Ақтөре Инстаграм желісіне шығып, өз наразын айтты. Эфирге келіп нүктесін қой деген екен. Мен нүктені осылай қойдым. Көп адам маған жазып кетті деді Ақтөре. Сен өзің Әсемнің артынан қалмай жүрсің деп. Кімнің хабарласып, кім-кімге жазып жүргенін айтпай ақ қояйын. Осы жерден нүктені қойдым. Эфирге барып олай жүрмеймін мен. Қыз өзі барды ма эфирге, енді өз жолымен жүре берсін деді Ақтөре. Эфиріне келдім, сыйлық келді, кетті. Хат жолдап кетті ғой, сен артынан жүгіріп жүр екенсің, сен жазып жүр екенсің, кімге жазып жүрген, кімге хабарласып жүрген айтпай қойын. Осы жерден точкасын қойдым, көрдіңіздер. Эфирге барып, соның алтына барып жүрмеймін. Қыз өзінің жолын таңдады ма, жолы болсын. Бізге ассалаумағалейкум. Ақтөре өз шешімін осылай шығарды. Эфирге келмеді, бетпе-бет сөйлескен жоқ. Бар болғаны бірнеше сөйлем жазды да, желіде жариялап қолын бір сілтеді. Бұл оның өз жолын таңдағаны ма, әлде жағдайдан сытылып шығудың ең оңай жолын таңдады ма? Көпшілік үшін бұл анық нүкте сияқты. Бірақ бұл нүктенің артында қаншама айтылмаған сөз, түсіндірілмеген сезімдер қалғанын ешкім білмейді. Кейде адамдар сөйлесудің орнына үнсіздікпен жауап береді. Кейде олар өздерінің әлсіздігін қатал сөздермен жасырады. Ақтөренің әрекеті де дәл сондай көрінді. Бәлкім ол үшін бұл шынымен де соңғы шешім. Бірақ кез келген нүктенің екі жағы бар. Бірі шын мәнінде аяқталғаны, екіншісі уақыт өте келе өтірге айналуы. Ақтөре үшін бәрі түсінікті. Ол өз шешімін қабылдады, өз жолын таңдады. Бірақ оның осы нүктесінің ар жағында қаншама сұрақтың жауапсыз қалғанын білмеді, немесе білгісі келмеді. Желіде жарияланған жазба көпшілікке арналған жауап. Бірақ шындық әрдайым көрінгендей бола бермейді. Сезімдерді сөзбен аяқтау оңай, ал жүректе жатқан түйінді тарқату қиын. Бәлкім, уақыт өте келе бұл шешімнің дұрыс-бұрыстығын Ақтөренің өзі де түсінер. Кейде қойылған нүктенің өзі кейін сұрақ белгісіне айналады. Бірақ дәл қазір ол артқа қарамастан, әрі қарай жүре беруді таңдады. Ал бұл әңгіменің шын мәнінде аяқталған-аяқталмағанын уақыт көрсетеді.